Әлі сенің қадіріне жетейік, ата-анамыздың, ағайын туысқандарымыздың. Бұл дүниенің жақсы нәрселерінің қадіріне жете білейік. Ассаламу алейкум рахматуллах баракату. Привет, кому как деген екен. Әрі қалай, бүгін мен үшін өте қатты қуанышты күн. Рамазан келді, бізге Рамазан келді, Алланың мейірімі келді. Ораза тұтайық, Құран хакім істейік, пайғамбарымыздың өмірлерін білейік. Екі дүниенің сардары болған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, Алланың елмен сәлем болсын. Сол кісінің өмірін оқиық, құлшылықпен өткізіп, бұлайда кешірім сұрайық. Қадіртіне, я Аллахым, бізді кешір деп кешірім сұрайық. Бізді Аллахым асырасын, бізді өзінің қалқанында сақтап қалсын деп Алладан сұрайық, Алладан кешірім сұрайық. Оразасында қандай жағдай болмасын. Бұлай кешірмей біреуімізді кешірейік. Біз бірге болайық, бүкіл қиыншылықтарды жеңеміз, Құдай қаласа. Ораза ұстайық, бұл бала-шағамызбен мейрам қылатын күн. Мейрам істейік, қуанайық, шаттанайық. Рамазан келді. Рамазан баршамызға мұбарак болсын. Рамазан дейік те ораза ұстап, әрбір оразаларымыз хайырлы, берекелі болсын. Ғайбат сөз айтпаймыз, өлең тыңдамаймыз. Тек құлшылық. Жақсылық істейміз. Ораза ұстай алмағандар ораза ұстағанға қызмет жасап, ораза ұстағандар басқа адамдарға екі есе көмектесіп, басқа адамдарға екі есе жақсылық істейік. Қандай жағдайда да адамгершілігімізді жоғалтпайық. Қандай мәселе болса да адамгершілігімізді жоғалтпай, сол мәселелерімізді шешуге Аллахым нәсіп қылсын. Намаздар көбірек оқиық, көбірек Аллахтан кешірім сұрайық. Бізді Аллахым өзін бір кешіріп, бұл айда Аллах холі, Аллах мейірімді, Аллах Рамазан айını беріп қойып бізге. Алла бізге 1000 айдан хайырлы болған Рамазан айын берді. 1000 түннен хайырлы болған қадір түнді берді. Алла бізге барша жағдайды берді. Алла бізге кешірімді болуын нәсіп қылды. Алла бізге кешірімді болуды бұйырды. Алла бізге жағдайымызға ыңғайластырып намаз берді. Алла бізге игі жақсыларды берді. Алла бізге игі жақсылардың жанында жүруін нәсіп етті. Алла бізге ағайын туысқан берді. Алла бізге тамақ берді. Алла бізге әке-шеше берді. Алла бізге дүние берді, байлық берді, бала-шаға берді. Жәннетке кірудің жолдарын берді. Аналарымыз берді. Алла бізге еститін құлақ берді, азан еститін. Көз берді, сол көзбен кітап оқуға. Алла бізге тіл берді, сол тілмен жақсылық істеуге. Алла бізге жақ берді, күлге. Алла бізге қол берді, жұмыс істеуге. Алла бізге аяқ берді, сол аяқтармен жақсылық істеуге, сол аяқтармен жүріп баруға. Алла бізге өмір берді. Өмірлеріміз хайырлы, берекелі қылып өткізуге нәсіп етсін. Алла бізге Арман Қуанышбаевтай, Абдығаппарлардай, керемет ұстаздарды, шейхтарды, ғұламаларды жіберді, пайғамбарларды жіберді. Алла бізге
кыйынчылыктарында жиберип атыр, шүкүрчүлүк этине. Алла бизге кубанычтарını берип атыр, шүкүрчүлүк этине. Алла бизге такыя берди мени. Аналарыбызга орамал берди. Хиджаб берди, жай намаз берди. Алла бизге жакшылыктарды көрүүгө көз берди. Алла бизге бас берди, сол бас менен ойлонууга. Алла бизге эги жакшылардын касында жүрүп, жакшы билим алууну берди. Алла бизге мугалимдер берди, билим алууга. Алла бизге жүрөк берди, сезинүүбүзгө, сезине жүрүп, сол сезимибизди жакшылыктарга, сол сезимин жакшы адамдарга билдирүүнү насип этти. Biz Allah'a ne veremiz? Allah'a ne veremiz? İşte veremiz. Allah bizge köptegen nerselerni berip atır. Kadir neçedik? Lüp bu meselende. Şimdi 12 ayın sultanı Moğun Ramazan'a geldi. Meseleler şişilmedin düğün yok. Beyaz şişledi. Şindirik ben sürek. Allah'dan korkayık. Allah'ın buyruklarına boysunup, жақсылықтарды жол қуа нәсіп етсін жақсылар.